Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін ең оңай торт жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға осындай бөлме температурасына жұмсақ майды салып, қолымызбен үгітіп алып, үгітіліп тұратын қоспа дайындайтын боламыз. Содан кейін осы қоспамызға кішкене қант салып, газдың үстінде қызарғанша дейін қыздырып аламыз. Содан кейін кремді дайындайтын боламыз. Кремге 4 жұмыртқа, қант, сары май және крахмал, ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін аз жылдамдықта отта қыздырып аламыз. Араластыра отырып қыздыру қажет. Креміміз дайын болғаннан кейін 20 сантиметрлік осындай формада жинайтын боламыз. Кремімізді әрине суытып аламыз. Содан кейін бірақ тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен осындай құрғақ қоспамызды салып, содан кейін үстіне кремді жағып, осылай рет-ретпен тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін холодильникке 7-8 сағатқа қоя тұрамыз. Және де тортымыздың үстін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Бұл өте оңай жасалынатын торт, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.